Ассалаумағалейкум бауырлар. Міне, мынау тауықтың пупогы деп сіздерге талай айтқанмын. Осы адамның ағзасындағы тастарды түсіреді. Бүйректегі тастар, өттегі тастар, басқа жақта да тастар пайда болатын болса, осыны түсіреді. Міне мен қазір зеленый базарда тұрмын. Вот міне мына қарындасымнан сатып алып жатырмын. Қаншада мынау біреусі? 20 теңгеден. 20 теңгеден. Көрдіңіз ба? Значит, мен бір 10 күн ішетін болсам, маған 20 талын қанша тұрады? 20 теңге. Маған 20 тал салып беріңізші осыдан. Бұны жуып шайып, үйге барып кептіріп, ары қарай қалай істеу керек екенін мен сіздерге айтам, көрсетемін, қарап отырыңыздар. Осылай жақсылап тазалап жуып, сосын сорғытып, бұндай кептіге салып, сосын кептіріп қоямыз. Жуып болғаннан кейін осылай орамалдың үстіне кептіріп қоямыз. Сол кеуіп, ертеңге дейін уже кеуіп қояды, үйдің ішінде тұра берсе ештен кетпейді. Оны специально духовкаға кептірудің қажеті жоқ. Өте жұққан нәрсе тез кеуіп қалады. Мынау тауықтың асқазанының ішіндегі пленка ғой, былай айтқанда. Бұны орысша пупок дейді, басқаша да тағы айтады. Былай айтқанда жаңағы асқазанның ішіндегі пленка деп түсінікті болады да, солай. Енді мына кепкеннен кейін ертең жалғастырамыз. Міне мына пленкаларымыз кепті. Көріңіз ба, міне уатылып жатыр. Осылай кеу керек. Үйде тұрбақ, бір сутка болған жоқ, уже кеуіп қойды. Көріңіз ба, тез кебеді. Енді бұны майдалап нетуге кофемолкаға салуға болады. Егер кофемолка жоқ болса, мынандай тәсілі бар бұрынғы кездегі. Жабасыз. Сосын оқтаумен басып өтесіз. Міне, уатылып жатыр. Әптен уату керек. Давай, тағы да. Осындай майдағып нетілісі туралса жетеді осы. Жұтуға оңай болады. Көкеге салып қоясыз. Болды, крышкасын жауып. Енді осыны күнде ертең-ерте аш қарынға бір кішкентай қасықпен бір қасығын жарты қасықтан бастасаңыз болады. Жағдайыңыз қалай болады, байқайсыз ғой. Сосын артынан жылы су, бір стақан жылы су ішіп жіберіп. Мен өзім осыны бір ай ішіп, менде тас пайда болған өтімде 6 тас еді. Бір айдың ішінде менде 2